өзінің 4 минут уақыт көрсеткішімен Линкольн мырза уақыт сөйлегеннен басталады, оны сақталады. Уақыт сөйлесін. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті дебатсыға қалым. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсету мен үшін құрмет. Ал фронтаудың 90 жылдығын шын жүректен құттықтаймын және өткізіп жатқан облыстық байқау үшін үлкен рахмет. Кеттік, бастайық. Жігіттің 8-ші өнері сүйем деп сұңқылдау дейді. Енді тақырып бастап ашылайық. Сұңқылдау деген жалпы не зат? Сұңқылдау деген сезімін білдіру кәдімгі қыздың алдында. Негізгі тақырыпты осылай ашайық. Сүйем бөлек, сұңқылдау бөлек деп бастап өтпейік. Екінші, махаббат арқылы кәдімгі сұңқылдау дейтін сезім білдіру, махаббат арқылы нәзіктік көрсету. Кәдімгі әлсіздік емес, бірақ қателесіп алуымыз керек. Әлсіздік емес, нәзіктік көрсетуіміз керек. Не үшін? Өйткені қыз баласы бізде нәзік келеді. Екінші, мына затты ескере кетейік. Сүю деу бұл ешқашанда әлсіздік болмайды. Сүю ол күш беретіндігінде. Бізге кейбір жауға шапқан батырларымыз сүйім өзінің сүйген үшін жауға шапты. Сол үшін күш алды бойына, сол арқылы рух алды. Түсінесіздер? Енді кеттік. Неге осы тұрғыда мына тақырыпты қалай ойнау керек, не үшін олай ойнау керек екенін түсіндіріп кетейін. Бізде жігітте 8 қалай? Жігіт 8 қырлы, 1 сырлы деген зат бар. Неге осы зат 8-ші қырына әкеп беретіндігімізде? Өйткені адам баласы туылғаннан бастап бірінші сүйем деп жүгірмеу керек, бірінші өзінің жағдайын қалыптастыру керек, бірінші өмір сүру керек ол азамат үшін. Бірінші қыр. Екінші қыр қандай? Сүйе білу үшін өзіңді тану керек, және өзіңді табу керек екендігінде. Екінші. Үшінші қандай? Сүйемдеу үшін бірінші адамға жауапкершілік керек екендігінде. Түсінуіміз керек, жігіттің 8-ші жаңағы сүйем деп сұңқылдауы үшін бізде бірінші жауапкершілік керек, өз-өзіңді табу керек, өз-өзіңді тану керек, сен бойыңды көтеру керек, және орнынан тұрып, нық қадам басқан уақытта ғана барып 8-шісінде сен сүйен деп сұңқылдауың керек. Біріншісінде немесе екіншісінде емес. Неге біз біріншісінде сүйем деп сұңқылдауымыз керек? Өйткені біріншісінде сүйем деп сұңқылдаған адамдар сол өзін сүйем деген адамын сүйе алмай кететіндігінде. Неге? Өйткені ол әлі өз болмысын танымаған адамдар. Өйткені ол жаңағы сүйем деген адамына дұрыс нәзіктік көрсете алмайды. Неге? Өйткені ол өмірден әлі ұпай жинаған жоқ, өмірден әлі қатаңдылық жинаған жоқ, өмірден әлі сабақ алған жоқ. Түсінесіздер ма? Бізде ер азамат осы 7 қырды жинау үшін бірінші өмірді сүріп, өзін танып, білім үйреніп, атқа мініп, қару алып, тағы да басқа заттарды алып барып, 8-шісінде қана сүйем деп сұңқылдау керек. Енді қандай заттар бар? Мен айтамын, сүйем деп үшін жауапкершілік керек деген заттарды айттым. Енді қараңыздар, сен жаңағыдай бізде айтады ғой, мал екеу болмай, бас төртеу болмайды, тағы да басқа деген заттар. Осыған қарама-қарсы. Біздің жаңағы ойында ойнаған Қадыр Мырзалидің өлеңі бар ғой. Дәл сол Қадыр Мырзалидің екінші өлеңі бар. Ей, жас жігіт, көпті көрген бізге сен қателестің, жалғыз бақыт қыз десең, сүймеді ме, бірақ сілте қолыңды сүйетіні табылады іздесең. Біз түсінуіміз керек, сүйетін зат ешқашан жоғалмайды. Сен бірінші өзіңнің ар-намысыңды жинап, өзіңнің біліміңді жинап, өзіңнің нық аяқтап тұрғаннан кейін барып 8-ші барып сүйем деп сұңқылдау керек. Енді бізде сүйем деп бірінші сұңқылдап өмірінің өзінің өзекке қиған кімдер? Бізде Титаниктегі Джек бар, өзі қарапайым 17 жасар бала, өзінің жаңағы 7 қырын танымас бұрын Титаниктегі Элизабет ба, кім еді? Сол Элизаны сүйем деп алып, өз өмірін бәйгеге тікті. Соңында не болды? 7 қыры да 8 сыры да ештемесі қалған жоқ екендігін түсінесіздер ме? Сондықтан жігіттің 8-ші сыры бар, сүйем деп сұңқылдауы болу керек. Міне, екінші қандай зат? Махаббат екі парасатты адамның сана биігіндегі кездесуі дейді. Бұны кім айтады? Мұхтар Шаханов айтады. Біз осыдан кейін түсінуіміз керек, ешқашанда сүйем деп сұңқылдау біздің жігіттің бірінші немесе екінші, үшінші алдыңғы қатарлы сырларына жатпау керек. Өйткені бізде Абайдың махаббатқа өзін тану мен ақылды арқылы жетеді дейді. Жақсы, ендеше спичің үшін көптен рахмет. Ендеше ортада сұрақ алаңы. Жоқ, айтамын. Бұлбұс мырза, мүмкін мырзаға екенімізді.
өлері оның ең үлкен проблемасы болуы мүмкіншілігі бар ма? Қалай десе де өмірде жар таңдаумен жаңағы не таңдау маңыздырақ. Не үшін маңызды? Енді ол маңызды таңдауды жасау үшін сен белгілі бір заттар жинап алуың керек қой. Дұрыс па? Ең маңыздырақ. Сүйетін адам кетпейді деген соң. Қазір қоғамда андай термин бар ғой, лох дегенше. Ол лохтардың да өзінің сүйген адамдар бар ғой. Значит, сен айтқандай жаңағыдай біреуді сүйрету үшін, немесе біреуді сүю үшін атқа шауып, терлеп, күресіп, жауға шығып, ондайдың тұтқа жетеді. Жоқ. Енді ол сол баяғыда біздің ата бабаларымыз жазған жеті сыр ол да дамиды ғой. Заман дамиды. Дұрыс па? Атқа шабу тек қана атқа шабу емес, өзінің орнына нық тұру, екі аяққа тұру деген затпен теңестіруімізге болады. Енді мені қызықтыратын мынандай нәрсе да. Кез келген отношение, сен оны ысырып тастай алмайсың. Кез келген отношение, абсолютно бүкіл отношениеде кейде жігіт өзінің сүйген қызы үшін өзінің абыройын таптайтындай ситуацияларға да барады. Бұл ситуацияда қайсысы маңыздырақ болуы керек жігітке? Жоқ, сен өзіңді мен жеттім, білдім дейсің ба, сол уақытта ол қыз үшін бәрі. Бірақ өзіңнің жаңағы сол жерде жеңіліс тапқаныңды немесе бұның барлығы осы өмірден түйгеніңнің аз екенін білдірсе, онда қайта қоясың. То есть, по-твоему, жаңағыдай жігіт жүгіріп, и так далее барлығын жасайды, жеттім деп айтады. Сосын сенің айтуың бойынша жаңағыдай абырой мен қыздың таразысы тең болып тұрған кезде ол қызды таңдайды. Сен айырып бастамайсың ғой, сен оны қалай айырып бастап тұрсың? Енді ситуациялар болады. Допустим, қандай ситуациялар болуы мүмкін? Допустим, достарыңды таңда, либо қызыңды таңда деген ситуация болады. Көп қой ондай ситуациялар. Просто осындай ситуацияда сен биболат ретінде атқа шабасың, жауға шығасың, осындай еркек емесің да, бірақ қызды таңдайсың ба қайсысын? Қара, енді ол адам үшін ол құндылықты зат қайсысы өзі дұрыс шешім қабылдай аламыз, соны таңдайды. Қайсысы құнды соны таңдайды. Дұрыс. Кейбір адамдардың как раз таки осы құндылық қыз болғанның кесірінен ортасында абыройсыз жүр ғой, оған келісесің. Қалай? Кейбір адамдардың как раз таки осы құндылығы қыз болғандығының кесірінен ортасында абыройсыз. Ол адам жаңағы ортасы құнсыз екенін білсе, ол үшін ондай емес. Уақыт. Сосын мынандай соңғы сұрақ. Білесің ба, еркектердің ортасында мынандай нәрсе бар, қыздарда байқауымша ондай бар. Еркектерде мен қызбен шығып баратырмын деу нәрсе, ол ұят нәрсе да. Өте прозалық нәрсе да. Сен қызыңды таңдап жатсың ба сонда деген әңгімелер басталады. Осындай ситуацияларда биболаттың шешімі қандай? Осындай ситуацияларда біз көріп жүрген шешімдер бар. Некоторые көп шығатын, сосын аз шығатын. Біз оны ақылды орта ретінде аз шықса, немесе андай прям кәдімгідей кіріп өмірінен жоқ болып кетсе, онда біз айтамыз ортасы ретінде. Ал егер кәдімгідей нормасымен емес, біз кәдімгідей түсінуге бір-бірімізді түсінетін ортамыз. Скорее всего. Сен біздің ортаны білесің. Жақсы, ендеше ортаға өзінің 5 минут уақыт қысылтышымен Бөгес мырза уақыт сөйлегеннен басталды ойыңыз жатыр. Құрметті достар, барлықтарыңыз ойында, қамтауда көргенім өте қатты қуаныштымын. Осындай аудиторияның алдында ойнау мен үшін әлі күнге шейін абырой. Және бұл абыройды көтеріп жүрген өзімнің еркектігіме өте қатты шүкіршілік етемін. Бастай берсек болады. Құрметті достар, білесіздер ме? Мен қарсыласым ренжімесін, бірақ ленгің тарапының алаңымен мүлдем келісе алмаймын. Жігітке жету өнерде аз деген қай кезде айтылады қазақта? Осы нәрсені түсінейін. Жігітке жету өнерде аз деген, как будто қыздарға айтады ғой, саған 40 үйден тыйым деген кезде қыздарға қалай ұнамайды, жігітке де дәл солай, сенің жету өнерің бар, саған 8-шісі де аз деген кезде, вот ол жігітке де дәл солай ұнамайтын сөз да. Бірақ бұл терминнің астында негізі жігіттің қаншалықты бұл қоғамда құнды екендігін көрсететін өте үлкен аспектілер бар да. Осы нәрсені білу керек. Құрметті достар, білесіздер ме, сіздердің барлығыңыздың әкелеріңіз жұмыстан өте қатты шаршайды да. Ақтау жақта тұратын адамдар бар, олар вахтадан шаршап келеді. Бірақ осындай ситуациялардың өзінде олар тау ұрсын, талассын, тау қопарсын, басқа жасасын. Бірақ үйіңе келіп, ер адам ретінде сен өзіңнің шаршағаныңды міндетсіне алмайсың. Не үшін? Өйткені сен в какой-то мере ол отбасының сеніп отырған адамысың да. Бұл ситуацияның өзінде де саған айтады, сен барып міндетсіне алсаң, әке шешемізде бар өтірік әңгіме емес.
кейде әкеміз де шаршайды, сломленный моменттерде келеді де айтады, мен сендер үшін ақша тауып жатырмын, осы жүргенде өзіме нәски алатын ақшам жоқ менің деп айтқан кезде біздің шешеміз не деп айтады? Сен осы үйдің асыраушысың, саған жету-өнер де аз деп айтады. Білесіздер ме? Бұл сөз қаншалықты құнды сонда. Демек, жігітке жету-өнер де аз деген сөз, оның қаншалықты бұл ортада абыройы бар екендігі, құнды екендігін көрсететін сөз. Менің ойымша, бұл ситуацияда жігіттің қаншалықты абыройы көтеріледі, соншалықты 8-шісі сүйем деп сұңқылдауы деген ситуацияда жігіттің қызды таңдауы көп ситуацияда абыройынан аяқ тастап жатыр, құрметті достар. Мүлдем қарсы келмейді. Мен келсем, бәлкім 8-ші бір қажеттілігінің ішінде қыз болуы мүмкін, бірақ точно 8-ші өнер емес. Мен осы нәрсені дәлелдеймін. Келесі нәрсе бойынша. Бұл айтып, өзіңді көру, тежеу, атқа шабу, тағы басқа мал үйрету. Құрметті достар, жігіттің жету-өнері, жігіттің қаншалықты өзін ұстауы қажет екендігін көрсететін нәрсе. Ол определенный жету-өнер жоқ ондай. Жігіттің жету-өнері болуы сенің әкеңнің таңертең тұрып, барлығыңды шешеңді мектепке жұмысқа апару, балаңды садикке жұмысқа апару, содан ұйқысыз жұмысыңа бару, жұмысыңды жасап келіп, қаншалықты шаршағаныңды міндетсініп айта алмауың, бұның барлығы сенің 8 өнерінің ішіне кіреді. Бірақ сен ол 8 өнеріңді күнде жасап жатырғандығыңды білмейсің. Сен ол 8 өнер күнде жасайсың, ол өнерлерің неше түрлі, сенде өнер одан да көп. Просто қазақтар оны жетеу деген атты қойғанда просто. На самом деле сенің өнерің жетеді. Сол үшін сенде жету өнер де аз деген сөз шыққан, құрметті достар. Келесі нәрсе бойынша. Атқа міну, жауға шабу и так далее. Мен мынандай примерлер келтіргім келеді. Білесіздер ме? Егер сіздер жігітпен жүріп жатқан болсаңыздар, онда точно знаете, жігіт сізбен кездесуге шығардың алдында, ол жігіт қасындағы достарынан сен қызды таңдадың ба, сен осылай жасадың ба? То есть бұл жігіттің бүткіл ситуацияда да обширный болу керек екендігін көрсетеді. Бұл ситуацияда қаншалықты жігіт өзін ұстау керек, қаншалықты жан-жақты болу керек екендігін көрсетеді. Демек, жігіттің 8-ші өнері ол оның абыройы, құрметті достар. Бұл абыройды сақтап қалуы оның 8-ші жасырын өнері, құрметті достар. Бұл өнерден көп адамдар, көп еркектер өзінің позицияларын дұрыстай алмағандығын кесірінен, немесе кейбір жерлерде өздерін түсіріп алғандығын кесірінен, именно осы 8-ші өнерін жоғалтып алып жатады. Құрметті достар, как раз таки осы қызды 8-ші өнер ретінде таңдап жатырғандықтан, көп ортада жігіттер қалған жеті ортада өзін құрметсіз қылып алады, жеті өнерінен айырылып қалады, құрметті достар. Келесі нәрсені дәлелден біледі. Жігіттің 7-ші өнері сүйем деп сұңқылдауы. Былай ғой, жігіттің 7 өнері ол оның арқалаған жүгі. Және бұл жүкті ешкімге айта алмауы. Ол оның 8-ші өнері. Жігіт мына 7 өнерді арқалап келіп, 8-ші өнеріне келген кезде мен шаршадым деп айтса, 8-ші өнерінен айырылды. Менің ойымша, дәл осы біз жасырып отырған, біз айта алмай отырған 8-ші өнер ол осы, құрметті достар. Келесі нәрсені дәлелден біледі. Құндылық кемелденуі. Ол кемелдену үшін, ол абыройлы болуы, әрекет жасауы, ізденуі, барлық жігітке қажетті тән дүниелердің барлығы оның қалған жеті өнеріне кіреді. 8-ші өнері осы ізденістен жинаған абыройдың барлығын сақтап қалу. Менің айтқым келетін осы. Келесі нәрсе бойынша. Бірінші, қандай мәселе туындауы мүмкін? Мен негізі Элді только қарармен ойнады, өте ақымақтық деп ойлаймын. Біздің қоғамда мынандай нәрсе бар, даже өлең бар. Мужчина должен обеспечить деген. Быть богатым и успешным деген, да? Мен ол сияқты қазақша сөздер білмеймін, но осындай орысша нәрселер айта аламын. Вот біздің қоғамда как раз таки осындай позициялардың болуы и 8-ші өнердің қыздар внушать етуі еркектерге, сен обязансың, сен жасау керексің, сен бізді ухаживать ету керексің. И то в пределе ол қалған жеті нәрсені ухаживать етеді, шығарып салады, апарып тастайды, сүйеді, күнде сүйетінін айтады, бірақ бір ашуын көрсететін болса, абьюзер деген атақ алады да, құрметті достар. Вот осы проблема. Жігіттің 8-ші ең қиын сақтап қалу өнері, жасырын өнері, ол оның абыройы. Сен қалған қыздың ситуациясында 7 өнердің барлығын жасап тұрсаң да, бір ашумен сөз айтуың, ол сенің 8-ші өнеріңнен айырылуың, абыройсыздығың. Түсінесіздер ме? Осы нәрсені дәлелден. Келесі нәрсе. Бұдан қоғамда қандай мәселе туындап жатыр? Алдын ала түсінген. Бұдан қоғамда феминизм деген проблема туындап жатыр, құрметті достар. Бұл білесіздер ме? Кезінде әйелдердің соғыс кезеңінде жіберген қателіктері, ер адам соғысқа шығу керек, ер адам келгесін малды жайлау керек, ер адам көрші ауылға барып келу керек, ер адам жасау керек, ер адам биші болу керек деп
қыздар как раз таки сіздердің кезінде әже апаларыңыз осындай допустимость еркектерге беріп қойды. И қазір осының кесірінен қаншама мутациялық эралардан өттік та, сіздер пришли на тот итог, что сіздер өздеріңіз құқықтарыңызды даже өздеріңіз сақтай алмайсыздар. Түсінесіздер ме? Вот осындай нәрселер как раз таки еркектерге көп берілуінің өзі еркектердің абыройсыздығына алып келіп жатыр деген нәрсені дәлелдегім келеді. Келесі нәрсе, құрметті достар. Бұл нәрсе қаншалықты бағаланады, осы точканы дәлелдеп көрейікші. Еркектердің өздерінің позицияларын жасап отыруы қаншалықты біздің қоғамда бағаланып жатыр, қаншалықты ол абыройлы болып жатыр. Кейде еркектің қанша жерден, былай ғой, еркектің артынан арқалайтын жүгі қаншалықты ауыр. Допустим, біз қарапайым салтанатты өлтірген Бишімбаевты да айта аламыз да. Оның жеті өнері түгел болды былай қарап тұрсаң. Ол и оқыды, ол айтқандай, и білім алды, и тағы басқасын жасады, ізденді, шетелге шықты. Бірақ оның бір қызға абьюз көрсетуі қалған жеті өнерін құнсыздандырып тастады да. Менің сөздің соңында айтқым келіп тұрған нәрсем осы. Жігіттің 7 өнері болсын, 16 өнері болсын жасасын, бірақ ең соңғы жасырын өнері оның абыройын сақтап қалуы. Рахмет. Жақсы, ендеше спичің үшін көптен рахмет. Ортадан сұрақ аламын. Линкольн мырза, Дуғыс мырза өтініші шығар. Құрметті еркектің қоғамдағы бағалануы туралы лекция оқып тұрған Мигель Коуч. Саған сұрақ. Абыройдың сақтауы ақылға байланысты емес пе? Тек қана ақыл емес. Тек қана ақылға несенді. Түсіндіріп отқан нәрсем как раз таки осы. Жігітке жеті өнерде аз деп не үшін айтады? Потому что жігіт тек қана ақылды, тек қана білімді болмау керек. Кейде қызын қорғайтын білекті да болу керек, өзін көрсететін білімді да болу керек. Ол жан-жақты болу керек. Жігітке жеті өнерде аз деген ғой, сол үшін. Сол абыройды да сақтайтын ақыл, шешімді шығаратын ақыл. Бәріне берсек, ақыл сана. Дұрыс па? Қай жылы бір видео шықты ғой. Бір қызы, екі қыздың қасында жүрген бір жігіт, оған келіп жігіттер талпой тиісіп жатады. Анау, короче, заңды айтып жатады да. Соның бүткіл қыздар историясына салып, мен білем, там позор, қаншалықты позор екенін. Сен қазір айтып тұрған кейстердің барлығы осындай да. Мен айтып отырмын, жігітке білімді болу бірінші өнері, ақылды болу екінші өнері. Ол мынау көп, мынау аз деген емес, жігіттің жан-жақты болуы керек. Сол үшін оған жеті өнер аз. Сол үшін бізде 8-шісін анықтап отырмыз. Жігіт абыройлы болу үшін ол қалған жеті өнерді де бірге алып жүру керек. Жоқ, мына жерде мынадай зат қой. Сен белгілі бір жерде манағыдай абыройыңды ұстап қалу ақылға байланысты емес дейсің. Бірақ мынадай бізде бір сөз бар. Ақылға байланысты емес. Абай айтады. Абай айтады. Ақылдың масштабында емес. Жоқ, ақылдың масштабында емес. Абай айтады. Мен 40 адамды жеңдім, бірақ бір адамнан жеңдім, ол надан адамнан дейді. Ол ақылсыз, значит, сен ол жерде ақылыңның арқасында барып үндемей абыройыңды сақтап қалып тұр ғой ол адам, дұрыс па? Абай бүйтіп айтады. 40 адамды жеңдім, бір надан адамнан жеңілдім деп жатыр. Осы сөзді қайталап оқысаң, мағынасын түсінесің. Абай айтып отқан жоқ, 40 адаммен төбелестім, 41-шісі күшті болғасын жеңілдім деп жатқан жоқ. Абай айтып жатыр, 40 түрлі адаммен. Ол сол жердегі абыройын ақылының арқасында тоқтап, өз-өзін ұстап қалып тұрған жоқ па, Айта алмаймын. Жақсы, ендеше орталығымыздың 3 минут уақыт сөйлесімен Линкольн уақыт сөйлемейді болады. Енді біріншіден мынадай зат, жігіттің 8-ші өнері ол абыройын сақтау дейді. Мен сұрақ қоямын, сенің абыройыңды сақтау үшін сенің ақылың керек емес па? Дұрыс па? Ақылың керек қой. Енді мен айтам, бір жаңағы алдындағы 7 сырды айтам. Жігіт білу керек, жігіт білім үйрену керек. Мен міндетті түрде айтпаймын, қару үйрену керек, жігіт жаңағы атқа шабу керек демеймін. Ол сол заманда шығарған зат қой, сол заманның құндылықтары. Заман дами келе, қазір жігіттің 7 сыры өзгерді. Ол қандай сыр? Ол өз аяғына нық тұру, өз білім алу, ол жаңағы жан-жағынан жаңағыдай ақыл үйрену, тағы да басқа. Соның барлығын жаңағы абыройын сақтай алатындай ақыл үйренгеннен кейін барып 8-ші бар, сүйемдеп сұңқылдау. Ал абыройын сақтау дейтін манағы алдындағы сырлардың ішіне кіреді. Неге? Өйткені адам абыройын сақтау үшін білім алу керек қой. Енді білім алу, абыройын сақтау, ол біреудің алдында жаңағыдай позор болу өз айтып тұр да. Енді позор болмау үшін не істеу керек сен? Сен білу керексің. Білмеген адамға не дейді? Білмеген адам болса
тып-тыныш қана үйрете қой, немесе үндемей ақ қой, ең дұрысы. Дұрыс па? Мұндай сөз бар ғой бізде. Значит, түсінуіміз керек, 8-ші жыры ешқандай да абырой сақтауға әкелмейтіндігінде. Кеттік. Енді білек жаңағыдай жеті өнерде аз деген сияқты заттарды айтады, бірақ не үшін айтып отқан түсінбедім мен. Мен айтып отырмын, сырлардың ішінде бар білекті болуы, білімді болуы, жаңағы әйел адамзатты қорғай алуы, тағы да басқа заттардың барлығын айтады. Мен айтам, вот сол 7 сырдың ішінде сен соның барлығын ізденіп болғаннан кейін бар, 8-ші сен өзге жаңағы қыз балаға сүйем деп сұңқылда бүкіл жағдайын жасап алғаннан кейін бар, ақылын жинап алғаннан кейін бар. Тек абыройыңды сақтау емес ол зат дейтін, абырой ақылға байланысты. Енді менің ойымша Асхаттың алаңда ойнап атқан заты ол қоғамдағы ер адамдардың жапа шегіп атқаны. Қандай ер адамның ойбай вақтыдан келуі, не дейді, жаңағыдай нешінші болса да жаңағы міндетсінбеуі, тағы да басқа заттар, оның барлығы абыройын сақтау дейтін дүние, сол жаңағы сен 7 сырдың ішінде ілім қылып үйреніп келдің. Сен міндетсінбеуің керек. 8-шінде сүйем деп соңқылдау кезінде сен әйеліңді қорғау керек, ол қанша жерден каприз болып көрсетсе де. Соның бәрін 7 сырдың ішінде үйреніп келдің, 8-шінде бар дайын болғанда сен бардың уже. Абыройыңды сақтау емес. Сосын ортаға тоже тірейді. Алаңда мынадай дүниені алып келіп ойнату абсурд дүние. Қандай дүние? Ол сен әйеліңмен екі ортаң, дос орталарың таңдау жасаған кезде, әйелің таңда, немесе ортаңды таңда деп. Мен өзіміз Асхат екеуміздің ортамызда мысал келтіре аламын. Асхат біз ақылды ортамыз ғой. Біз білеміз кімнің жоғалып кетіп жатқанын, кімнің жоғалмай кетіп жатқанын. Бірақ біз таңдау қойдық па Асхат осы кезге дейін? Жоқ. Асхат екеуміз орта болсақ та таңдау қойған жоқпыз. Неге? Өйткені біз ақылды ортамыз. Жігіт сол 7 сырдың ішінде дұрыс орта табу керек. Өйткені неге? Жаңағы әйелі мен өзінің арасында таңдатпайтындай. Жігіттің 7 сырының ішінде сол бар уже. Абыройын сақтау да достары жаңағы дұрыс дос білімді өзіне сай дос таңдау керек екені сол 7 сырдың ішіне кіреді. Соңында бүкіл подготовка істеп алғаннан кейін конкретно өзіне сенімді бол. Міне дайынмын деп 8-шісінде барып соңқылдау керек. Әдемі ма? Әдемі. Білем ғой, жақсы айтатын. Енді мен айтып отырмын, ақыл деген жаңағы заттардың барлығы алдыма 5 секунд қос, 30 секунд қосыңдар ғой. Енді бір ғана факт көрсетіп кетейінші. Кристофордың өмірі деген бар. Біз баяғыда Қазақстанда кешке жатарда кино көреміз ғой. Сол киноларда Кристофор деген өмірі бар. Ол өзін таппай тұрып сүйем деп айту бос сөз деген жаңағы бізде неге әкеледі? Қанатты сөзге әкеледі. Бір ана жаңағы музыкалық драмалық қойылым сияқты не ғой? Әйел өмір ана бір қыз сүйем деп жүгіріп жүреді, соны бір 5-6 жыл жүгіртеді, сосын өзі дайын болғанда жүріп бақытты болады. Сосын оны керісінше жағын көрсетеді. Ең біріншісінде жаңа жүгірген уақытта бірге жүріп кетеді де бақытсыз болады. Сосын өзі дайындалып алғаннан кейін барып сүйіліп қосылу бақытты болады. Міне осындай бір кино бар бізде. Жақсы, рахмет. Жақсы, спичеріңізге көптен рахмет. Ендеше ортаға өзім 5 минут уақыт кетішімін. Доғылсыңызға 2 минут ребят, 3 минут. Негізі көп нәрселерді бірінші шыққан спичімде айтқым келмеді, потому что көп қыздарға мен айтатын нәрселер қазір ұнамайды. Бірақ мен айтамын да, қазір репарт болсам да, допустим, мен айтамын. Біріншіден бастайық. Құрметті достар, ешқандай қазақтың тарихында да, ол Христофорды айтсын, или Пушкинді айтсын, қатын үшін қайтқанда, айта берсін. Бірақ ешқандай қазақтың ситуациясында, ешқандай тарихында қатынның қойнына тығылған еркектерді абырой көрген жоқ. Қалған 7 өнерге қарағанда жоғары есептеген жоқ. Окей, қазір мен құлдытам, қаншалықты ұтқанын дәлелдеймін, оған қора берейін, чтобы сараптамада алып шықсын. Бірінші, алаш зиялыларының кезінде де қаншама біздің зиялы қауымның еркектері шетелден әйел алып, сол елге аман болу үшін кетті да. Шоқай бар, мысалы Мұстафа Шоқай бар, олар көп, сандар өте көп. Фатиманы тастап орыс әйел алған Әуезов бар, ондайлар өте көп. Бірақ олар қоғамда өздерінің 8-ші өнерін сол әйелі қылып таңдаған үшін достойны мақтанышты ала алмады, құрметті достар. Оларды қазіргі кезде қалай біздің қоғам қаралап жатыр да, допустим. Вот осындай нәрселерді түсіну керек. Мен айтып жатырмын, мен жаман демеймін, мен былай ғой, шұғыланың жігіті жақсы көрген үшін мен оның жігітін ретплат дей алмаймын, кінәлай алмаймын. Бірақ не үшін оның жігітінің каблук болуы жігіттік қасиеттердің ішінде 8-ші болып орын алу керек. Осы сұраққа жауап беру керек болды. Сол кезде ол ойын алаңда ұталады да. Мен айтам,
жігіттің жеті өнері бар деген кезінде бір Алпысбайдың қарын сипап жатыр айта салған мақалы. На самом деле жігіттің өнері 15, 16, 18 жетеді жігіттің өнері. Жігіт барлығын жасау керек. Мен айтам, жігіт ер адам нағыз. Ол таңертең садикке апару керек, потом ол қандай жұмыс, тауық опарады, мұнайда істей ма, бәрібір. Бірақ келген кезде ол үйіне келіп міндетіне алмайды. Оны абыройы жібермейді ондай нәрсеге, намысы жібермейді. Вот жігіттің 8-ші сақталып тұрған өнері, ол оның абыройы мен намысы, құрметті достар. Мен осы нәрсені дәлелдеуге тырысып жатырмын. Егер сен осы 8-ші өнеріңді дұрыс сақтамайтын болсаң, сен қатынның артынан сұңқылдақ болып қалып қоясың. Мен осы нәрсені дәлелдеп жатырмын. Келесі нәрсе бойынша ойын алаңында біздер дәлелдеу керекпіз. Ол сендерге ұнау үшін там айтып жатыр, ойбай, әйелдерін жақсы көріңдер, еркектер, жеті өнерін білім алыңдар, дамыңдар, определять етіңдер, тұрақталыңдар, измена жасамаңдар, содан кейін барып 8-ші жақсы көріңдер деп айтып жатыр да. Ол бүйтіп жатыр. 7 қызбен дайындалып алыңдар, 8-шіне өздеріңдікіне нағыз дайын болған кезде барыңдар деп жатыр да. Просто айтып жатқан нәрсесі осындай. Менің позициям просто қыздарға ұнамайды. Мен сол үшін айта алмай тұрмын ол нәрселерді. Келесі нәрсе бойынша біз ойында дәлелдеу керекпіз. Қаншалықты сүйгенің үшін сұңқылдауға қарағанда еркектің өзінің абыройын сақтап қалу, не үшін сүйген үшін сұңқылдауды біздер абыройдан жоғары қойып тастау керекпіз. Не үшін оған 8-ші орын деген почетный местін беру керекпіз? Осы вопроста. Мен келсем, егер айтса, қазіргі қоғамда 8-ші өнер итак еркектер еркек емес ез болып жатыр, там бір қыздың артынан жүгіріп жүр, 4-5 қызда запроста жатыр деген ойынмен ойнаса, окей, онда келісуге болады. Бірақ, құрметті достар, бұның айтып жатқан идеологиясында еркектер қазіргі кезде әлі күнге шейін абырой үшін таласып жатыр, ол абыройын сақтау үшін тырысып жатыр да. Мен келесі мынандай пример келтіремін. Кез келген ортада болсын, ол өте ұсақтап жіберді да идеяны. Кез келген ортада болсын, кез келген жерде болсын, еркектердің абыройы мен намысы олар үшін көп нәрсені шешеді. Мен осы нәрсені түсіндіріп жатырмын сіздерге. Келесі нәрсе, мен тағы нені дәлелдегім келеді. Мен айтам, қоғамда өте ласт теорема бар деймін. Ол мужчина должен обеспечить деп қыздардың еркектерге мужик етіп жатырғаны деймін. Кезінде сен бізді қорғау керексің, сен бізді қолдау керексің, сен бізді асырау керексің, тамақтандыру керексің деп еркектерге внушать етіп тастады. И бұл қазіргі кезде еркектердің көптеген абыройларына сын келтіріп жатыр деймін. Осы идеяны түсіндіремін. Ешқандай қарсылық жоқ. Құрметті достар, құндылық бойынша салыстырайық. Біріншіден, мен айтам, ер адамға кемелділік өте қатты маңызды деймін. Өйткені ер адам не үшін қиын деймін. Қыздарға 40 үйден тыйым деген қалай сіздерге тыйылып жүру өте қатты қиын. Дәл сол секілді еркектерге жеті өнерде аз деп оларды қайта-қайта қайрап отыру оларға сол үшін қиын. Қай кезде айтады, жігітке жеті өнерде аз деп. Жігітке жеті өнерде аз деп, жігіт 6 өнерін жасап, мен шаршадым деген кезде айтады, саған 6 өнерде аз, саған 7 өнерде аз деп. Бұл қаншалықты ер адамның біздің қоғамда маңызды екендігін, құнды екендігін көрсетеді. Енді мен осылай ойынды ашамда айтам. Енді бұндай қоғам еркектерге осындай қорғаушы, қолдаушы деген позицияларды беріп тұрғанда, еркектер неге 8-ші ең құнды өнері қылып, әйелдің артынан, сүйгеннің артынан сұңқылдауды таңдау керек деймін. Идея бойынша тұлпылады. Құндылық бойынша бұл кісі әлі күнге шейін дәлелдей алмайды. Үшінші шыққан сараптамасында мүлдем дәлелдей алмайды. Не үшін оның құндылығы бұл алаңда құнды? Не үшін еркектер енді барлық өнерін қамтып болды? Енді сенің 8-ші өнерің сүйгеннің артынан сүңкілдеу дегенге неге сену керек? Мен айтып жатырмын, менің идеям былай. Құрметті жігіттер, біздерге бір қыздың артынан қуып жүру, және ол қыздың артынан құлау, ұсақталу, ол өте ұсақ нәрсе. Өйткені біздің ата-бабамыз кезінде ел қорғау, жерді, территорияны сызу деген ауқымды нәрселермен таласып жүрген кезде 21-ші ғасырдың еркектеріміз деп бір қыздың артынан ез болып жүгірмей қойық, оны авторитет көрмей қойық. Мен айтып жатырған идеям осы. Рахмет. Сіз күшіңіз көптен мен үшін ойының соңын көрсің ғой үшін ортаға өзің 3 минут уақыт кетшінің мен күнімізді уақыт сөйлегеннен бұртқаш. Үшінші айналымда ойнаған Асқаттың ойыны бар, андай идеясы бар. Қолына келіп тұрған затты істей алмау дейтін. И ол затты ол қазір реально өзінің ауру екенін дәлелдеп тұр. Неге? Өйткені ол ұтамды қатты сеніммен келді ау деймін, ұта алмай жатыр. Енді қалай дәлелдеймін? Бірінші, мынадай затты айтады. Біріншісінде біз қалай кестік? 8-7 сырды сен білім алып, аяғыңнан тұрып жинап алғаннан кейін барып, 8-ші сен сүюге дайын бол, сүюге сұңқылдан.
Енді Асхат қалай көрсетеді алаңда? Асхат ағамыз алаңға шығады да, кім еді? Мұстафа Шоқай әйелді таңдап кетті дейді. Ол айтады, 8-ші сыр, сен әйеліңді таңда, немесе абыройыңды сақта деген ойын көрсетіп отыр. Ау, қарақтары, біз олай ойнап атқан жоқпыз ғой. Мен айтам, 8-ші сыр, сен сүйем деуге дайын болуың просто. Сүйем деп соқылдауға дайын болуың. Енді ол айтады, 8-ші сыр қандай? Ол абырой сақтау дейді. Мен айтам, допустим, абырой сақтауды ойнағанның өзінде сенің абыройың сақтау ақылға байланысты емес пе? Дұрыс па? Дұрыс. Келісті. Неге? Өйткені қарсылық жоқ. 2 минут жаңағы несінде қарсылығында қарсылық жоқ. 3 минут сараптамасында просто жырлап кетті бізге не үшін ұтқанын. И то дәлелдеген жоқ. Екінші, мынадай зат, абырой сақтау ақылға байланысты деп дәлелдеп бердік. Қандай? Біз Абайдың жаңағы наданнан адамнан ұтылғаны, жаңағы не үшін ұтылғаны, өзінің абыройын сақтап үндемей қалғаны. Дұрыс па? Келісті ма? Келісті. Абайдың маңына жолаған жоқ, Асхат айналып кетті. Одан кейінгі тағы да қудыртам деген дүниесі 100% өтті Асхаттан. Қудыртты. Мен таластырып айтуға болатын еді, бірақ бұл соңғы жағында Мұстафа Шоқайдың қатынды таңдап кеткені, басқа елге кетіп қалғаны деген сияқты заттарды алаңда үлкен резонанс болып көрсетуі. Негізінде олай емес, негізінде қандай? 8-ші сыр жігіттің просто сүйем деуге дайын болу уақыты ма, уақыт емес па? Бұл былай ойнау керек, жалғастыру керек, ана абырой деген затын. Жоқ, 8-шісі абыройын сақтап қалуы, анау мынау деген сияқты. Жоқ, ол просто алаңда жаңағы сараптамада секірді, қандай затқа әйелін таңдау, немесе қоғамдағы өздерінің жаңағы еркектің орнын абырой сақтап қалуы деген сияқты, мен ред флаг болып кетемін деген сияқты заттармен просто алаңның бетін жылы жауып жатты, алаңға жаңадан құрастырғанды. Енді мен айтам, бірінші, махаббатты ең бірінші сұңқылдау деген сезімнің білдіру, махаббат арқылы нәзіктік көрсету деймін. Ондан 30 секунд. Келісті, махаббатқа ұялған адамшылығын бәрін айтып бердім жалпы. Сосын түсіндірдім. Именно 7 сырдан кейін барып 8-ші болу керек, істеу керек дедім. Келісті ма? Келісті. Алаң әдемі ашылды. Енді алаңды салыстырайық. Ол абырой сақтау, мен 8-ші сүйемдеп сұңқылдауға болады деп ойладым. Бірақ соңында не болды? Абыройын сақтау ақылға байланысты болып шыққаны рас, яки алаңда Линкольн тарапы жеңіске жететіндігінде. Одан кейінгі тағы да басқа жаңағы таңдау деген заттардың тағы да басқа ортаға салатындығында біз айтамыз, егер сенің жаңағы 7-ші сырға дейінгі ақыл біліміңді соны қосып, ортаңда сондай таңдауға жаңағы ерік бермейтіндей сондай орта дайындап алу керек. Сенің әйеліңе кет, біздің қасымызға қал дейтін орта сен өзіңнің 7 сырыңның ішінде қосатындығында. Түсіндіңіз ба? Қатсылтында жүресіз. Бұл жерде подмена кейса болып жатыр. Неге? Өйткені ойын бойы Биболат былай айтпайды. Біздер еркектер, еркек болу үшін орта дайындап алу керекпіз деген идея. Жоқ, мен орта деген дүниені сараптап, ана ойын бойы былай айтты. Біздің ортаны білесің ғой, Асхат. Біздер жамандамаймыз, біздер жақсы ортамыз деп айтады да. Енді былай айтады. Жігіттің біреулері ортасын дайындап алу керек. Ол ортасы оны мазақтамау керек. Біз осындай ортада өмір сүру керекпіз. Жоқ, сенің де сонда подмена кезің жаңа секіргенің бар сияқты. Менікі қарсылық, менде ешқандай жаңағыдай не емес, секіру емес. Жақсы, рахмет, мен өз сөзімді аяқтадым. Жақсы, ойында айтқаныңыз үшін өте көп рахмет. Ендеше ойында қатысып отырсаңыздар өмірде дос болыңыздар. Ойында босап жүрсең